Сәлем баршаңызға, мен Айнұр. Бүгін сіздерге осындай донердің рецептісіменен бөлісетін боламын. Бұл жердегі донердің жасалуы ерекшелігі ішіндегі соусында. Сондықтан да бізге керекті ингредиенттер алдыменен осы тауықтың төс еті керек. Енді осыны жақсылап ұсынша етіп, соломка етіп майдалап турап алатын боламыз. Және де осы тауық етімізді турап жақсылап мариновать ететін боламыз. Бізге алдымен керекті паприка, тұзымыз керек, қара бұрыш керек, және кукурузный крахмал керек, және ішіне арнайы осы кепкен чесногымыз керек, және арнайы тауықтың приправасы, және оливковый майдан 2 ас қасықтан құйдым. Соевый соустан 2 ас қасықтан құйып, енді осыны жақсы мариновать етіп, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Тауықтың етін алдыменен осылай мариновать етіп жасасаңыздар, донерлеріңіздің дәмі өте керемет дәмді болып шығатын болады. Енді осыны жарты сағат қойып, дайын болған соң, осындай табамызға кішкене май құйып, жақсылап қызартып қуырып, жарты сағаттай бұқтырып пісіріп алатын боламыз. Суы жақсылап тартылуы керек. Көріп тұрғанда мына кукурузный крахмалымыз салған себебім тауығымыз солаймен ұзынша әдемі болып шығатын болады. Ал енді міне толық тауығымыз дайын болды. Енді соусын жасайтын боламыз. Бұл жерде бізге керекті осындай маринованный огурцымыз керек. Оны жақсылап ұсақтап турап алатын боламыз. Және чесногымыз керек. Енді чеснок барлығын турап, енді осындай майонезімізді ыдысқа салып, ішіне жаңағы туралған ингредиенттерді салып араластыратын боламыз. Бұл жерде енді майонезін қою болғандықтан кішкене бір үлкен ас қасықпенен 15% сметана салып жіберсеңіздер де болады. Және мен бұл жерде көк жуа және укроп, петрушка деп пайдаландым. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Осылайша етіп жасап көріңіздер міндетті түрде. Көріп тұрғанда сметананы да салдым және кішкене қара бұрыш салып жібердім. Енді барлығын жақсылап араластырып дайындап алатын боламыз. Толық соусымыз дайын болды. Қыздар мінекеймен керекті ингредиент қиярымызды ішіне және қызанағымызды осындай тұздалған қияр бар екен, оны да салып жіберіп жатырмын. Өйткені үйде не бар сомен жасап жатырмын. Әркімнің жасалу әрқалай жасайды, өздеріңізге ұнаған ингредиентті салып жасасаңыздар болады. Бұл жерде енді ерекшелігі соусында болғандықтан жаңағыдай соусын солай етіп жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Ал міне толық барлық ингредиенттерді турадым. Бұл жерде тауық етіміз барлығы міне дайын болды. Енді керекті лавашымызға кірісетін боламыз. Міне көріп тұрғандай мен даже осындай морковный корейский салат жасап қойдым. Соны да салып жіберетін боламын ішіне. Енді лавашымыздың ішіне осылай кезектесіп керекті ингредиенттерімізді салатын боламын. Енді өздеріңіздің қалауларыңызды ұнатқан ингредиенттеріңізді салып жасасаңыздар болады. Бірақ та жаңағындай тауықтың етін және де соусын міндетті түрде осы менің жасағанымдай етіп жасасаңыздар, донерлеріңіз ерекше дәмді болып шығады деген ойдамын. Егер де менің осы видеом сіздерге ұнайтын болса, пайдалы болса, менің осы видеоларыма лайк басып, комментарияларға өз пікірлеріңізге жазып кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді жазып,
бөлісіп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген дәмді рецепттермен, видеолармен бөлісем деген ойдамын. Алла бұйыртса, тағы да осындай дәмді астарымыз көп болсын, сіздерге де ас болсын. Келесі видео рецептте жолыққанша аман сау болыңыздар.